Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бұл арнасына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік. Мен Гүлнар Міржақып пен Ғайнижамал Дулатовтардың тұңғыш перзентімін. 1915 жылы қарашаның 4-ші жұлдызында дүниеге келіппін. Туған қалам Орынбор болғанымен, әкем туу туралы куәлігімді елден басқа біреулер арқылы алдырған екен. Төлқұжатында Қостанай облысы, Торғай, қазіргі Жангелді ауданы деп көрсетілген. Міржақыптан қалған жалғыз болғандықтан, өзімді әке өмірінің жалғасындай көріп, фамилиямды өшірмей, Гүлнар Дулатова болып өмір сүріп келдім, дейді Гүлнар Дулатова өзінің естелігінде. Гүлнар Дулатова 48 жыл дәрігерлік қызметте болды. Ұлы Ерлан Сатыбалдиевтің айтуынша, халық жауының фамилиясымен Қазақстанда оқи алмайсың деген Қаныш Сатпаевтың кеңесінен кейін 1930 жылдары Томск қаласына кетіп, сондағы мемлекеттік университеттің медицина факультетіне оқуға түскен. Балалық дәуренінің қасіретсіз күндері көп болған жоқ, дейтін Гүлнар Дулатова 1930 жылдардағы саяси қуғын-сүргінде де, кейін тоқырау жылдарында да Қазақстан тәуелсіздігінде көзіммен көріп, куәгер болдым. Гүлнар Міржақып қызы, Алаш қозғалысының қайраткерлері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, тағы басқалар туралы деректерді алғаш жариялаушы. Алматыдағы орталық мұражайға, Торғайдағы, Қостанайдағы, Семейдегі, Астанадағы мұражайларға саяси қуғын-сүргін құрбандарына қатысты олардың жеке заттарын, кітаптар, суреттер, хаттар мен құжаттар сынды тағы басқа көптеген экспонаттар тапсырған. Баспасөзде Гүлнар Міржақып қызының очерктері мен эсселері 1988 жылдан бастап жариялана бастады. 1995-1999 жылдары Шындық шырағы 2 томдық кітабы жарық көрді. Сондай-ақ Гүлнар әкесінің Оян қазақ кітабын, 2 томдық шығармалар жинағы мен 5 томдық шығармалар жинағын құрастырушыларының бірі. Гүлнар Міржақып қызы әке жолын қуып, қолына қалам алып, артынан мол мұра қалдырды. 1988 жылдан бастап кешегі күнге дейін мерзімді баспасөз беттеріне көптеген мақалалар, очерктер, естелік эсселер жазып тұрды. Оның қарымды қаламынан туған Алаш арыстарының өмір белестері суреттелген Алаштың сөнбес жұлдыздары, Шындық шырағы атты жеке кітаптары жарық көрді. Гүлнар Міржақып қызы осы айрықша еңбектері үшін 2011 жылы Алаш арысы Әлихан Бөкейханов атындағы тәуелсіз қоғамдық төсбелгімен марапатталды. Гүлнар Міржақып қызы 98 жасында 2013 жылдың ақпан айында дүниеден өткен. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойайық.